Біз композитор деп айта алмаймыз. Одан сайын. Иә. Сол ұрлауды тоқтату керек бізге, сөздің ашығын айтқанда. Оның қазір Америкада кім шығады? Жапырақ ақтарда сен жайлы сыр айты. Тіптен дұрыс емес. Иә, соған көзқарасыңыз айтсаңыз, өзіңіздің. Шәмшина атамыздың әндерін мысалы одан ұрлап жырлап жасайтын болса, оны бүкіл соңғы қазақ қанша тыңдайды ол әнді. Бірақ та екеуінің шығарған дүниелерін салыстырсақ, жер мен көктей. Бәрібір шықпайтын нәрсе шықпайды. Оңай нәрсені кім жақсы көрмейді? Бұл ән қандай ән ұран енді? Гүлін сезен, сол бір өзен, арнасына тола алмайды. Жаным, күнім, күйдім, сүйдім деген әнмен оятпайды ғой. Карантинде қанша ән жазып шығардыңыз? Ол әнді сол карантинге байланысты деп шығып жатпайды ғой. Тоймайсың оны. Оның өзінің бағалары бар. Сол бағаларды қойып айтасыз. Қайырлы күн, Арман аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы студиямыз қалай, көңіл күйіңіз? Жақсы, студияның аурасы жақсы. Рахмет. Біздің енді мына Мың ырғақ атты бағдарламаның басты мақсатын түсіндіре кетейін сізге. Елімізде енді қазір телеарналардан көбінесе енді әншілер танылып жатады. Бірақ та сол әнші етіп танымал ететін ол бірінші кезекте әрине ән. Әнді сол жарыққа шығаратын сазгер композиторларымыз, енді сіз сияқты белгілі композиторлар болуы мүмкін, бірақ алайда керемет дүниелер жазып, елге танымал болмай жатқан, аты шықпай жатқан композиторлардың саны енді жетерлік, оны жоққа шығара алмаймыз. Соларды енді өзіміздің бағдарламамызға шақырып, соларды елге көрсетіп, міне мына әнші мынандай әнді шығарған, композитор мынандай әнді шығарған деп елге таныту бірінші мақсат. Ал екінші мақсат біздің шығармашылық ұжым алдағы уақытта енді бір өздерінің идеясы бар, болашақта бір сазгерлерге арналған бір байқау ұйымдастырсақ дейді. Енді қазір телеарналарда, бүкіл телеарналарды қарасаңыз, енді әншілерге арналған дода сайыстар жетеді. Бірақ та композиторларға арналған ешқандай байқау жоқ. Себебі оларға не үшін керек деп жатқан шығарсыз. Енді шығармашылық адам бір-бірімен бақталасқа түскен кезде, ол керісінше өз-өзін дәлелдейді, өз-өзіне дәлелдейді бірінші кезекте. Сонымен қатар шабыттанып, мүмкін шығармашылығында одан сайын күшті дүниелер шығарып, бір-бірімен бақталастыққа түскеннен кейін шығармашылық одан сайын алдыға жүруі мүмкін. Енді біз сізді шақырған мақсатымыз болашақта сондай біздің шығармашылық топтың идеясы енді алдыға жүріп, сол мақсатымыз орындалып жатса, өзіңіздің тарапыңыздан қолдау көрсетіп, сол жерге әділқазы ретінде келіп, жас буын жаңағы композиторларға өзіңіздің сын пікірлеріңізді айтып, соған енді көзқарасыңыз жалпы біздің ұжымның сондай ойы сізге қалай ұнайды ма? Жақсы, әрине, қолымыздан келіп жатса, неге демемеске келіп, неге жас композиторларымызды қолдамасқа? Әрине, ол жағына қосыламыз, келеміз. Сол композиторларға қазіргі таңда не жетіспейді деп ойлайсыз? Сондай мүмкін біздің ойымша, біздің ойлағанымыз сол байқау керек сияқты. Өйткені бір-бірін көреді, бір-бірін шығармашылығымен танысады. Қазір енді композиторлар көп қой, жас шығып жатқан композиторлар. Соған көзқарасыңыз байқауға қатысты. Енді композитор деп жатсыз, композитор деген маған Ысырайыл Сапарбаев ағамыз бар ғой, үлкен ұлағатты. Сол кісі айтып еді, біз композитор деп айта алмаймыз, сен, мен деп. Біз сазгер дейді екенбіз өзіміз. Композитор дегендер олар симфония жазады, ларетта жазады мысалы. Сол үшін біз сазгерміз. Мынау қазіргі шығып жатқан біздің інілеріміз, іні қарындастарымыз әндері жақсы, бірақ шет жақтан ұрлауды тоқтату керек бізге. Өйткені қазақтың өзінің дәстүрлі әндері бар, халық әндері бар, қазір ретро әндер деп жатырмыз. Біздің алдымыздағы аталарымыз қандай бізге кереметті жол салып кеткен біріншіден. Сол жолды ұстанып, сол жолмен ән шығаруға атсалысу керек олар. Өйткені қазір тыңдап отсаңыз, мынау қазір ғаламтор желісі бәрінің қолында бар. Оның қазір Америкада кім шығады, қай шет мемлекетте шыққан әндерді тыңдайсыз, қарасаңыз бір аптадан кейін бізде сол шырқалып жатады. Сол шырқалмаса да соның аумағындағы әндер. Сол ұрлауды тоқтату керек бізге, сөздің ашығын айтқанда. Сол белгілі бір сазгер өзінің сұхбатында естіп айтыпты. Ұрласын, бірақ та шетелден батыстан ұрламасын, өзіміздің қазақтан ұрласын, Шәмшінің әндерін алсын, жаңағы сіз айтып өткен Ысырайыл Сапарбаевтың әндерін алсын деп айтыпты да. Бірақ та бұл шетелден ұрлағанша өзімізден ұрласын деген ол қаншалықты дұрыс? Ұрлау деген тіптен дұрыс емес. Иә, соған көзқарасыңыз айтсаңыз, өзіңіздің жаңағы сазгер айтып тұр ғой. Дұрыс қой, түсініп жатырмын. Ол кісі енді сол ашынғаннан айтып жатқан шығар өзімізден ұрласын деп. Ұрлау деген тіптен дұрыс емес.
Өйткені оны ұрласаңыз, ол жол салып қойған. Оны тыңдап қойған. Шәмшина атамыздың әндерін мысалы одан ұрлап жырлап жасайтын болса, оны бүкіл соңғы қазақ қалғанша тыңдайды ол әнді. Өйткенше ұрлық ән тыңдағанша оригиналын тыңдамай ма жастар? Талаптану керек, отыру керек, қазір шыдам керек. Бұл композитор, аранжировщик дегендерге сондай сабыр, сондай шыдамдылық керек. Ол болмаса болмайды. Тиіп қашып, анадан ұрлап, мынадан жырлап. Қазір компьютер шықты, бәрі шықты, бәрі жеңілденді. Қазір тіптен партитура жоқ, ойнап та жазбайды. Қазір мышкамен теріп отырып, бәрін құрастырып тағына ән болып шығып жатыр. Ал үйтіп шыққан ән жүректен шықпайынша жүрекке жетпейді. Менің өзімде де қанша әндер жатыр. Тез бүйтіп, бүйтіп істей саған әйтеуір. Ол жетпейді ол. Сол күй жатыр, сол күй жатады ол. Сол үшін жаңағы ұрлығы деген нәрсені тіптен қою керек. Енді мен білмеймін, мүмкін өздерінде шықпай жататын шығар. Енді бұндай сұхбатқа шақырады, интервьюлер алады. Қазіргінің көбісі байқаймын, сол аттарын, бірінші атын шығарғысы келеді. Ал біз енді мұны Алла куә, мен өз басымда ат шығарайық деген тіптен ойда болмапты ше. Сол о жерде отырып алып, студияда отырып алып, жақсы ән жазсақ, жақсы өңдесек, жақсы дыбыстар қоссақ әндерге. Сондай оймен келгенбіз осы уақытқа шейін. Бірте өзіңіздің атыңызды шығарып. Енді сіз қандай дүние жасайсыз, сол дүниеңізге қарап, Алла тағала соған дәрежеге арқылы, сондай өзіңнің талантың арқылы дәрежеңді көтереді. Сондай халыққа Алланың өзі танытады керек болса. Бірақ әркім өзісінің маманы, әркім өзісін жақсылап сапалы істесе, жаңағыда ұрламай, жырламай, ол сөзсіз аты да шығады. Мысалы, композитор болу үшін, жаңа сазгер болу үшін, ән шығару үшін міндетті түрде музыкалық білімі, сауаттылығы болу керек пе? Себебі алдыңғы буын ағаларымыз бар, өзінің жоғарғы білімін музыкаға арнамаған, музыкалық мектепте оқымаған, мамандандырылған. Тек қана сол өзінің жұмысын жасаған, бірақ та уақыт өте келе жаңағы таланты ашылып, керемет қазір дүниелерді жазған. Ол кісінің жазған дүниелері қазір ғұмыры өте ұзақ әндер. Әлі күнге дейін мысалы халыққа танымал әндер. Бірақ та қазір жас композитор сазгерлеріміз бар. Олар жоғарғы білімді де музыкаға арнаған, мектепте де музыкалық мектепте оқыған. Бірақ та екеуінің шығарған дүниелерін салыстырсақ жер мен көктей. Соған енді сұрағым, сазгер болу үшін музыкалық білім керек пе, әлде талант керек пе, не керек өзім? Бұны көрдіңіз ба, бұл тылсым дүние. Мысалы, менің өзім музыкалық білімім жоқ. Бухгалтерлік оқыдым, қызыл дипломым бар, ол жатыр. Ол жайында тіптен біз оқудан шықтық та, дипломды алдық та жауып қойдық, сол күй жатыр. Бірақ сонымен жанама осы музыкамен арпалысып кеттік. Мен ойламаймын, даже бұны Алла тағала өзі береді. Талантты, Ол қанша оқыңыз, 30 жыл оқыңыз, бәрібір шықпайтын нәрсе шықпайды. Бірақ музыкалық ілім керек. Нота тану керек, оның жүйесі бар, теориясы бар, нотаны әптен қанық тану керек. Қосымша жаңағыда Алланың берген таланты болса, ол әптен жақсы жұптасады. Бірақ енді біздің ата-бабаларымызда да бұрында кім нотаны үйретті, мысалы, Құрманғазы аталарымызға. Не деген күйлерін қалдырып кеткен, ол соңғы қазақ қалғанша қалатын күйлер. Ол енді қазіргі жастарға айтатыным, ол әрине ілім алу керек. Музыкалық, егер музыкант болам десе, музыкалық ілім алу керек. Мысалы, мен өз жеке басыма келсем, менде ондай музыкалық ілім болмаған. Бірақ біз жеке-жеке адамдарда оқыдық, көршілес Өзбекстанда оқыдық, барып, жан-жақтан ілім жинадық. Сол ілімімізбен енді келе жатырмыз. Соны қазір мен де байқап қараймын. Қазір жоғарғы біліміне аса қатты маңызды емес сияқты. Себебі жаңағы сіз сияқты курста оқып, әртүрлі өзін-өзі дамытып жүрген адамдар көп керемет дүниелерді солар көбірек шығарады. Ал енді қазіргі жас буындарға сіздердің деңгейлеріңізге шығу үшін енді сіздермен бірге бақталас болмаса да, сіздерге енді бір саты болсын жоғары көтерілу үшін қандай дағды керек, не істеу керек олар? Көтерілу үшін көптеген уақыт отырып қазақтың әнін зерттеу керек. Қазақтың. Мен өз басым Шәмші атамыздың, Әсет Бейсеуов аталарымыздың, одан аржағында Ақан Сері аталарымыздың, Абай аталарымыздың бүкіл әндерін енді мен отырып соншама зерттедім демеймін, бірақ сол жас кезімізден сол кісілердің әндерін тыңдап, осы мына қазақилыққа бет бұрайық деп, болмаса кім мысалы мына шеттің әнін кім ұнатпайды, оңай нәрсені кім жақсы көрмейді. Ал бірақ енді ондай таланты бар адамдар, ән шығаратын адамдар
патриоттық сезімі бірінші болу керек жүрегінде. Қазағым деген, мысалы, қай ұлтта болмасын, өзінің ұлтының патриоты болу керек. Ол патриоттық сезімнен патриоттық әндер шығады. Өзінің қанына бақылық әндер шығады. Ал ол өзінің тілін, өзінің ділін сезінбеген адам, ол қазақи ән шығара алды деп айта алмаймын. Ол жаңағы сіздің қойған сұрағыңызға айтатыным, шыдамдылық пен сабырлық керек, отыру керек, жақсылап қазақтың әндерін анализ жасау керек, одан кейін барып ән туындату керек. Ән бар, өзі келетін бар ән. Ал өзің жасайтын әндер бар. Мүмкіндігін жеткенше. Күй сандыққа отырып алайып отырсаң, кей кезде өзі сартылдап бүтін келе қалады, ал кей кезде оны жинақтайсың. Seni ақтаңнан, ақ ерке шақтарда сағынып іздеймін, сарғайған бақтарда, жасырын ақтарға, жапырақ ақтарда, сен жайлы сыр айтып тербейді тәтті арман. Аяулы арманың ақ сөзі, ақ ұлпа қанатын қақты сезім, сағынтып кел деген тәтті сөзі, жаным менің жүректі жаралап жүр жылатқан. Өзіңді іздеймін күзгі бақта, қайда сол бал сезім біз ұнатқан. Жаным менің күн өтсе өзіңсіз, жүректе сезімсіз, куә боп тұрдыға аспан тегінсіз, көшеде қоңыр күз көңілсіз, көңілсіз шақтарда қалмашы тегінсіз. Аяулы арманың ақ сөзі, қанатын қақты сезім, сағынтып кел деген тәтті сөзі, жаным менің жүректі жаралап жүр жылатқан. Өзіңді іздеймін күзгі бақта, қайда сол бал сезім біз ұнатқан. Жаным жаралап жүр жылатқан. Өзіңді іздеймін күзгі бақта, қайда сол бал сезім біз ұнатқан. Жаным менің аяулы арманың ақ сөзі, ақ ұлпа қанатын қақты сезім, сағынтып
сол бал сезім біз ұнатқан жаным менің. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бірінші патриотизм бірінші орында тұру керек деп. Осы жақында бір сұхбат көрдім, белгілі бір әншіміз эстрадада жүрген, сол айтыпты, елім жерім дейтін әндер қазір өтпейді, тек қана махаббатты ғана шырқау керек, соны ғана жырлау керек. Ал елім жерім дейтіндер олар уже екінші сатыда тұрғандар. Жоқ, ол дұрыс емес әңгіме. Соған пікір. Елім жерім дейтін әндер ол бірінші сатыда. Ол қай соңғы қазақ қалып кеткенше бірінші сатыда елім жерім дейтін ән тұрады. Өйткені елдің ұраны азанда сіз тұрғанда немен тұрасыз? Таңғы алтыда. Теледидарлар немен оятылады? Әнұранмен оянады. Енді бұл ән қандай әнұран енді? Шәмші атамыздың қандай керемет әні. Қазақстаным деп көкірегіңді ұрып тұрасың. Ал азанда мысалы анау жаным, күнім, күйдім, сүйдім деген әнмен оятпайды ғой теледидарлар. Әншілерде енді індетке байланысты, карантинге байланысты концерт азайды, концерттер өтіліп жатқан жоқ. Енді сіздер осы карантин кезінде немен айналыстыңыздар? Бір шығармашылық тоқырау, дағдарыс болмады ма өздеріңізде? Жалпы сазгерлерге қалай әсерін тигізді? Кейбірлерен болады ғой, карантинде көбісі жұмыс істегісі келмей, үйде отырды, уже немен айналысарын білмейді. Сіздерде шабыт одан сайын келді ме, әлде қалай болды? Жалпы сазгерлер. Жоқ, шабыт ол тоқтамаған шабыт, ол өзінің жолы бар, шабыт ол онымен жүре береді. Ол шабытқа карантин де көмектеспейді, ол ешқандай адамның шабытына ештеңе бөгет болмайды. Карантинде қанша ән жазып шығардыңыз? Карантинде жазған әндерімізді тыңдап шықтық бар. Зерттеп па, қайсысы дұрыс, қайсысы қате? Карантинде сәл отбасына жақындады. Бірінші кезек бәрі. Иә. Үйде болып, жақын танысып, кейбіреулермен. Одан сайын. Иә. Бірақ шығармашылық тоқтаған жоқ. Гитарамыз бар, неміз бар, үйде тыңғырлатып ойнап жаттық. Ән бір-екі ән шықты, бірақ ол әнді сол карантинге байланысты деп шығып жатпайды ғой, жаңа өзіңіз айтпақшы. Ол шабыт қай кезде келетінін білмейсіз. Может, көшеде пробкада тұрып қаласыз, может, бір жерден ренжіп шығасың. Әйтеуір сондай моменттер сарт етіп келе қалады. Мен де ұстазым айтатын, жолда автобуста келе жатсам дейді, менің шабытым келіп, сол диктофонға жазып алдым дейді. Соны барып өзім партитураға түсірдім, соны сөйттім деп. Сондай болады. Сіз айтпақшы, шабыт ол кез келген жерден келеді. Бірақ енді кепсі шабытты әдейі іздейді ғой, мысалы әншілердің өзі